кеш, құрметті телекөрермендер, назарларыңызға ағымдағы аптаның басты жаңалықтар топтамасын ұсынамыз. Бүгінгі санның өзекті сауалдары. Мемлекеттік нұрлы жол бағдарламасының мүмкіндіктері түсіндірілді. Үкіметтік емес ұйымдарды дамыту басты назарда. Қалалық ауруханада заманауи жабдықтар қатары артты. Бірнеше спорттық шаралар осы аптада жүзеге асты. Осы және өзге де ақпараттар жөнінде алдағы бірнеше минуттарда. Қала әкімі Әнуар Күмпекеевтің жетекшілігімен жүргізілген жедел жоспарлы отырыс барысында негізгі екі мәселе қаралды. Төтенше жағдайлар басқармасының алдын алу шаралары мен желтоқсан айының маңызды мерекелік күндері сөз болған жиында бөлім басшылары мен жауапты жүйе өкілдеріне бірқатар тапсырмалар жүктелді. Жедел жоспарлы отырыс барысы жаңа лауазым иелерін таныстырудан бастау алды. Шаһар басшысының бұйрығына сәйкес экономика мәселелері бойынша орынбасар қызметіне Ерасыл Жұманбаев тағайындалған. Жоғары білімге ие қала әкімінің орынбасары еңбек өтілін мемлекеттік қызмет саласында атқарған. Сонымен қатар қала әкімі мәдениет және тілдер дамыту бөлімі басшысының міндетін атқарушысында көпшілікке таныстырды. Айсұлу Тани Астана қаласының мемлекеттік академиялық филармония бөлімін басқарған. Жоғары білімді мәдениет саласында түрлі лауазымдарда қызмет еткен. Күн тәртібіндегі қыс 2017 республикалық командалық штабтық оқу-жаттығулардың атқарылуы және қыс мезгіліне әзірлік барысы жөнінде төтенше жағдайлар басқармасының басшысы Еркебұлан Есенжолов ақпараттандырды. Период с 9 по 10 ноября 9-10 қараша күндері Көкшетау энерго кәсіпорны электр станциясында арнайы тактикалық оқу-жаттығулар өткізілді. Оның барысында басқарушы органдардың төтенше жағдайлар бойынша комиссияның, қалалық азаматтық қорғау қызметі, апаттық құтқару қызметінің құрылымдарының қыс мезгіліндегі орын алуы мүмкін оқыс оқиғаларға әзірлігі тексерілді. Оқу-жаттығуларына 58 адам және 15 техника күші жұмылдырылды. Жоғарыда айтылған іс-шаралар барысы қысқы кезеңдегі төтенше жағдайлардың алдын алу мен жоюға Степногорск өңірінің жеке құрамы мен техникаларының дайындық деңгейін көрсетті, деді Еркебұлан Есенжолов. Сонымен бірге басқарма басшысы қыс мезгілінде табиғи апат салдарынан орын алатын оқыс оқиғалардың жою және алдын алу шаралары бойынша қажетті техникалардың әзірліктерін баяндады. Осы тұрғыда төтенше жағдайларда азаматты орналастыру бойынша арнайы төсек орындармен қамтамасыз етуге байланысты білім беру мекемелерімен меморандум жасалған көрінеді. Бұл жөнінде мәлімдеген басқарма басшысына қала әкімі Әнуар Күмпекеев жұмыстар қарқынын жалғастырып, бірқатар желілерде тексеру жүргізу қажеттігін алға тартты. Ежегодно проводили учения по аварийному переподключению города. Бір жыл сайын қаладағы апаттық қайта қосулар бойынша оқу-жаттығулар өткізетінбіз. Меншік иесі ауысқандықтан бірқатар желілер өңірлік энергокешен компаниясына өткен. Сондықтан бұл ретте жаттығуларды ұйымдастыру қажет. Аталмыш желілердің маңыздылығын ескере отырып, жаңа дәрежеге көтеру қажет, деді шаһар басшысы. Жедел жоспарлы отырыс жалғасы мәдениет және тілдер дамыту бөлімі жетекшісінің міндетін атқарушы Айсұлу Танидің ақпаратын аласты. Желтоқсан айында атап өтілетін елеулі мерекелік күндердің жоспарын баяндаған жауапты жүйе жетекшісі іс-шаралардың басым көпшілігі орталық кітапхана қабырғасында ұйымдастыратындығын мәлімдеді. Тұңғыш президент күніне бағышталған салтанатты жиын Гарнияк орталық мәдениет сарайында қарашаның 29-ында өткізілу белгіленген. Онда Қазақстан Республикасы ұлттық ұланның ән және би ансамблінің қатысуы жоспарлануда. Еліміз үшін орасан маңызға ие тәуелсіздік мерекесін өткізуге байланысты іс-шаралар барысы әзірленуде екендігін баяндаған Айсұлу Тани бұл елеулі күніде степногорлықтарға жергілікті өнерпаздар көңілді тамаша кеш сыйлайтынын мәлімдеді. Күн тәртібінде қаралған негізгі сауалдармен бірге ағымдағы мәселелер барысы да жедел жоспарлы отырыс жалғасында назарға алынды. Онда білім беру бөлімі жетекшісінің мектептердегі жөндеу жұмыстарын жасау үшін жобалық сметалық құжаттардың әзірлену жайы сұралды. Бұл ретте жауапты жүйе басшысының ақпаратына сай құжаттар әзірленіп, мердігер мекемелер анықталған. Автокөлік жолдарының жөнделуіне бөлінетін қаражаттар сомасы да жиын жалғасында талқыланып, онда мәлім болғандай келер жылдары бірқатар маңызды жолдар ағымдағы жөндеулерден өтсе керек. Сонымен бірге жыл бойына атқарылған іс-шаралардың көрсеткіштерін нақтылау қажеттігін алға тартқан қала әкімі Әнуар Күмпекеев жұмыстар барысы сапалы жүргізілу керектігін тапсырды. Мемлекеттік нұрлы жол тұрғын үй бағдарламасының негізгі талаптары мен мүмкіндіктері түсіндірілді. Қала әкімі Әнуар Күмпекеевтің төрағалығымен жүзеге асқан жиынға мемлекеттік мекеме қызметкерлері, қала және ауыл тұрғындары шақырылып, бірқатар кеңестер мен ақпараттар берілді. Ағымдағы жылы енгізілген нұрлы жер бағдарламасы қазақстандықтардың қолжетімді баспанаға жетуіне мол мүмкіндіктер ашпақ. Бұл жөнінде арнайы өткізілген жиында мәлім болды. Маңызды ақпараттар берілген кездесу барысын ашып берген қала әкімі Әнуар Күмпекеев тұрғын үй мәселесі бүгінгі таңда өзекті сауалдар қатарында екендігін атап көрсетті. У нас в городе, потребность в жилищном строительстве очень высокая.
Біздің қаламызда тұрғын үй құрылысына қажеттілік жоғары. Шаһар бойынша 1600-ға жуық тұрғындар кезекте тұр. Солардың ішінде 300-ден астам балалар үйінің тәрбиеленушілері. Сондықтан да бұл мәселе өзекті сауалдар қатарында. Сол себепті осы бағытта мемлекет тарапынан шаралар қолға алынып, бұл жүйе тұрғын үй құрылыс жинақ банкінің Нұрлы жер бағдарламасы негізінде жүзеге асуда, деді шаһар басшысы. Қазақстанның тұрғын үй құрылыс жинақ банкі ұсынатын мемлекеттік Нұрлы жер бағдарламасын кеңінен түсіндірілген жиын жалғасында сөз кезегін алған банктың Ақмола облысы бойынша филиалының директоры Алмат Нұрахметов оның маңыздылығына тоқталып өтті. Биылдан бастап біздің елімізде Нұрлы жер деген бағдарлама жүріп жатыр. Оның ең бірінші мақсаты халыққа қолжетімді баспана қамтамасыз ету. Нұрлы жер бағдарламада 5 бағыт бар. Оның 5 бағыттың ішінде 3 бағытта біз қаржы агенттік саналамыз. Негізгі жалпы мен сіздерге айтайын. Біздің тұрғын құрылыс жинақ банкі сіздердің қалаңызға өте ерекше қараймыз. Неге десеңіз, халықтың саны көп, халықтың жағдайы бар. Біздің жаңағы вкладчик болуға. Сол себепті мен ойлаймын, негізі жалпы үлкен потенциал бар. Адам потенциалы, инвестиционный потенциал дейміз. Негізі үлкен қала болуға тиісті. Бағдарламаның тиімді тұстары, мүмкіндіктермен қалай салымшы атануға болатын жөнінде ақпаратты тұрғын үй құрылыс жинақ банкі кәсіпкерлікті дамыту бөлімінің басшысы Әсет Боранбаев көпшілік назарына ұсынды. Оның мәліметіне сүйенер болсақ, мемлекеттік Нұрлы жер бағдарламасы 5 бағытта жұмыс жасайды. Олардың ішіндегі 3 бағыты осы құрылыс жинақ банкі арқылы жүргізілсе керек. Бірінші бағыт жергілікті атқарушы билік органдар арқылы несиелік негіздегі тұрғын үй құрылысы. Екіншісі жекеменшік құрылыс салушыларды тұрғын үй салуға ынталандыру бағыты болса, соңғы бағыт жеке үйлерді салу немесе алуға негізделген. Атаулы бағдарламаға қатысу үшін азаматтар тұрғын үй құрылыс банкінің салымшылары болу керек. Осылай деп мәлімдеген бөлім басшысы, бұл бағдарлама арқылы салымшылар жаңадан құрылатын үйлерге ие болатын атап көрсетті. Кездесу жалғасында банк тарапынан депозит пен несиеге ұсынылатын пайыздық көрсеткіштер туралы да ақпараттар айтылды. Негізгі мағлұматтар берілген соң, жиын қатысушылары өздерін толғандырған сауалдарын жолдап, мамандар тарапынан бірқатар кеңестерге ие болды. Сонымен бірге Қазақстан тұрғын үй құрылыс жинақ банкінің кеңесшілері сол залда қызмет жасап, азаматтарға есеп-шот ашу мүмкіндіктерін де берді. Қоғамдық өмірде орасан маңызға ие үкіметтік емес ұйымдарды дамытып, оның ауқымын кеңейту бүгінде өзекті сауалдар қатарында. Бұл ретте бірлестік өкілдерінің білімін жетілдіріп, өзара тәжірибе алмасуға мүмкіндік берген семинар-тренинг ағымдағы аптада жүзеге асты. Мемлекеттік әлеуметтік тапсырыс аясында ұйымдастырған оқыту шарасында облыстық маман бірқатар ақпараттармен бөлісті. Ақпараттық және ресурстық орталығының қызметін қамтамасыз ету жобасын іске асыру аясында қаламызда үкіметтік емес ұйым өкілдері жаңа бірлестік құрушы тұлғаларға, бастамашы топтар мен әлеуметтік сала мамандарына арналған семинар ұйымдастырылды. Айтулы оқу шарасын өткізуде Сара қоғамдық қоры, Женский луч қоғамдық бірлестігі және жергілікті әкімдік қолдау көрсеткен. Семинар барысында Ақмола облысы үкіметтік емес ұйымдарға арналған ресурстық орталықтың жетекшісі Сара Баймағамбетова жүргізді. Большую и серьезную работу ведут наши НПО Республики Казахстан. Все-таки 25 лет немалый срок. Қазіргі таңда республикамыздың үкіметтік емес ұйымдары ауқымды жұмыстарды атқаруда. 25 жыл деген аз мерзім емес. Осы аралық ішінде біз өзімізде үйрендік, ендігі кезекте білімдерімізді қарапайым азаматтарға да беріп, оларды белсенді болуға шақырудамыз. Бұл ретте бүгін Степногорск қаласында семинар өткізудеміз. Мұндағы басты мақсат бүгінгі таңда өзекті болып отырған бірыңғай электронды жүйе арқылы жүргізілетін мемлекеттік сатып алулар бойынша кеңінен ақпар беретін боламыз, деді Сара Баймағамбетова. Семинар қатысушыларының таныстыруларынан басталған оқу шарасы жалғасында үкіметтік емес ұйымдардың ағымдағы қызметінің өзекті сұрақтары да ортаға салынды. Атап айтар болсақ, қоғамдық бірлестіктердің мемлекеттік және бизнес мекемелерімен өзара қарым-қатынасы, ұйымдардың заңнамалық негіздері, мемлекеттік әлеуметтік тапсырыс жобаларын іске асыруға арналған байқауларға қатысу сынды сауалдар қарастырылды. Оқу жұмыстары барысы тәжірибелік дәрістерге ұласып, онда семинар қатысушылары интерактивті формаларды қолдану арқылы бірқатар мағлұматтарға ие болды. Бұл тұрғыда бірлестік өкілдеріне мемлекеттік сатып алуларға электронды портал арқылы қатысулардың алгоритмі көрсетілді. Сонымен бірге әлеуметтік жобаларды жоспарлау, әзірлеу және жүзеге асыру бойынша ақпараттар берілді. Тағы бір айта кетерлігі, ұйымдастырушылардың ақпаратына сай бүгінгі семинар қатысушыларына алдағы уақытта да Сара қоғамдық қоры тарапынан кеңестік әдістемелік көмек және әлеуметтік бастамаларына қолдау көрсетілсе керек. Толымды мәліметтер мен пайдалы кеңестер ұсынылған семинар соңында барша қатысушыларға арнайы сертификаттар табысталды.
Медицина саласы қарқынды даму үрдісінде. Осы орайда қалалық ауруханада заманауи жабдықтар қатар артты. Жылжымалы рентген құрылғысы алдағы уақытта бірқатар оталардың тиімді әрі сапалы түрде жүзеге асуына септігін тигізбек. Адам өміріне ең қажетті салалардың бірі саналатын денсаулық сақтау жүйелерін заман талабына сай дамыту бүгінде өзекті мәселелер қатарында. Медицина саласы жалпы алғанда елімізде жыл санап жақсы жолға қойылуда. Айтулы үрдістердің жүйелі түрде жүзеге асуына жаңа заманауи технологиялардың көмегі мол. Осы орайда біздің жергілікті аурухана басшылығы да аталмыш жаңашылдықтарды қаламызға келіп, мекеменің материалдық жағдайын жақсарту жолында еңбектеніп келуде. Бұған ағымдағы жылы облыстық бюджет есебінен алынған жылжымалы рентген құрылғысы тікелей дәлел бола алады. Аталмыш аппарат жоғары сапалы суреттер, ашық модульді кең сәулет және кең модельдік қатарын бере отырып, шағын өлшемдер арқылы оны барлық бөлімшелерде қолдануға болады. Соның ішінде травматология бөлімшесінде жарақатқа диагностика жасау, емдеу тактикасын әзірлеу және оталар барысын бақылауға мүмкіндік береді. Жылжымалы итальяндық S-Duga рентген аппараты жергілікті орталық аурухананың білікті мамандармен меңгеріліп, бүгінде науқастарға сапалы да тиімді қызмет көрсетуде. В июле месяце закупила наша больница рентгеновскую передвижную установку «Радиус». Ағымдағы жылы біздің ауруханамыз жаңа жылжымалы рентген құрылғысын алды. Бұл аппарат алдағы уақытта бізге жоғары технологиялы оталарды жасауға, яғни жарақат алған жерді толықтай кеспей, сүйектерді қалпына келтіруге мүмкіндік береді. Сонымен бірге рентген аппараты остеосинтез оталарының бірнеше түрін жасап, сырқаттың тез сауығуына да септігін тигізеді. Жаңа мүмкіндіктер емдеу және оңалту шараларын да қысқартады. Приобретение передвижной рентгенологической установки для нашей больницы это большой шаг вперед. Түрлі сүйек жарақаттарына жасалатын оталардың жүйелі әрі сапалы атқарылуына мол мүмкіндіктер беретін жаңа құрылғыны қолдану әдістері арнайы дәрістерде түсіндірілген. Астана қаласында ұйымдастырған аталмыш оқу сабақтарына жергілікті аурухананың мамандары қатысып, жылжымалы рентген құрылғысының қыр-сырын жетік меңгеріп үлгерген. Бүгінде Астана қаласының номер 2 қалалық ауруханасының травматология бөлімінің меңгерушісі Ермек Әубәкіров шеберлік сабақтарын өткізіп, тәжірибесімен бөлісуде. Сегодня в вашей больнице будет внедряться новая методика. Бүгін сіздің ауруханаларыңызда жаңа әдіс енгізілмек. Сондықтарды емдеудегі остеосинтездің жаңа заманауи әдісі. Бұл жүйе қаладағы алдыңғы қатардағы технологияларға жатады. Мұнда оталар жабық түрде жүргізілмек, яғни металл құрылымын қою үшін тек дененің кішкене бөлігі кесіледі. Сонымен бірге аталмыш әдіс гипсті қолданбауға және емдеу үрдісін тездетуге мүмкіндіктер береді. И самое главное, уменьшается инвалидизация и сроки нетрудоспособности. Арнайы жүргізілген шеберлік дәрістерінде елордадан келген маман екі ота жасау барысында жаңа технологияларды қолдану әдістерімен таныстырды. Білікті травматолог дәрігермен бірге атқарылған оталардың алғашқысы иық сүйектерін металл құрылымдар арқылы жалғау болса, екінші кезеңдегі емдеу шаралары қол сүйектеріне жасалды. Ағымдағы жылы қолданысқа берген жылжымалы рентген құрылғысының көмегімен 10-нан астам сырқат азаматтарға ота жасалған. Осылай деп мәлімдеген бөлімше меңгерушісі жаңа жабдықтың қолайлы тұстары көп екендігін айтып отыр. Раньше мы работали, если необходим был контрольный снимок провести там для уточнения местоположения металлоконструкции или состояния отломков, то мы приглашали рентген-лаборанта с передвижной рентген-установкой. Бұрын сүйек сынған жерге металл құрылғысын салуға арнайы кескіндерді жасау үшін рентген лаборантын шақыратын едік. Мамандар рентген аппаратына түсіріп, содан соң оны анықтау үшін зертханаға барады. Бұл жұмыстар бірнеше уақыттарды талап ететін еді. Ал қазіргі құрылғы ендігі кезекте рентген суреттерін сол мезетте экранда көрсетіп, біршама уақытты үнемдеуге мүмкіндік беріп отыр. Мы можем видеть на одном экране производимые вот это вот движение, и на втором экране, то есть фиксировать и делать, как сохранять эти снимки рентгеновские. Медицина саласында заман талабына сай жылдан жылға жүйелі өзгерістер мен жаңа технологиялар қолданысқа енгізуде. Көріп тұрғандай, жылжымалы S-Duga рентген құрылғысы ота барысында бірқатар жұмыстарды жүйелі түрде жүргізуге септігін тигізуде. Бұл тұрғыда аталмыш аппарат алдағы уақытта қалалық аурухана дәрігерлерінің игі істерінде көп көмегін береді деген үміттеміз. 2016-2019 жылдарға арналған денсаулық мемлекеттік бағдарламасын жүзеге асыру төңірегінде қалалық емхана қабырғасында арнайы жиын жүзеге асты. Қазіргі таңда өзекті болып отырған жұқтырылған иммундық тапшылық синдромының алдын алу шаралары кеңінен қаралған кездесу барысына білім беру мекемелерінің психолог мамандары шақыртылды.
Денсаулық сақтау саласын дамытуға негізделген айтулы мемлекеттік бағдарлама аясында қаламыз бен өңірлерде бірқатар шаралар қолға алынуда. Солардың бірі жұқтырылған иммундық тапшылық синдромы мен адамның иммун тапшылық вирусына қарсы атқарылатын іс-шаралар барысы. Бұл тұрғыда ағымдағы апта ішінде қалалық емхана тарапынан кеңінен ақпараттар мен түсіндіруге негізделген арнайы жиын ұйымдастырылды. СПИД, как мы знаем, все больше оборот набирает. Біз білетіндей жұқтырылған иммундық тапшылық синдромы көптеп белең алуда. Ол тек әлемде ғана емес, бұл мәселе біздің өңірімізде де өзекті болып отыр. Сондықтан бүгін біз білім беру мекемелерінің психолог және әлеуметтік мамандармен арнайы жиын өткізудеміз. Мұндағы басты мақсат қауіпті вирустардың алдын алу шаралары болып табылады, деді Нұргүл Слеуова. Пайдалы мағлұматтар мен кеңестер берілген жиын басында сөз алған Қызыл Жарты ай қоғамдық бірлестігінің төрайымы Римма Ручко аталмыш ұйымның маңыздылығына кеңінен тоқталып, жыл басынан бері атқарылған іс-шаралар барысын баяндады. Бұл ретте мәлім болғандай, аталмыш ұйым тарапынан аз қамтылған отбасылар мен қарттарға елеулі мерекелер қарсаңында ерекше көңіл бөлініп, түрлі шаралар ұйымдастырылған. Келесі сөз тізгін алған Степногорск өңірінің АИТВ бойынша сенімді дәрігері Нұргүл Слеуова бүгінде қалыптасып отырған жағдай бойынша баяндады. Оның мәліметіне сүйенер болсақ, биылғы жылы өңіріміз бойынша қауіпті вирустарға шалдыққан азаматтар қатары 12. Олардың 6-ы ер адамдар, ал қалған 6-ы әйелдер болса керек. Жоғарыда айтылған азаматтар бойынша жұмыстар жүргізетін атап көрсеткен баяндамашы барша жиын қатысушыларына насихаттау шараларын білім ошақтарына кеңінен жүргізу қажеттігін алға тартты. Еліктегі жастарымызды салауатты өмір салтынан баулып, жаман әдеттерден аулақ ұстау үшін түсіндіру жұмыстарымен бірге түрлі бағыттағы іс-шаралар ұйымдастыру керектігі де кездесу барысында талқыланды. Айта кеткен жөн, аталмыш жиын 1 желтоқсан дүниежүзілік адамның иммун тапшылық вирусы және жұқтырылған иммундық тапшылық синдромымен күрес күніне орай ұйымдастырылды. Жоғарғы оқу орындары мен техникалық білім беру мекемелерінің жыл сайынғы дәстүріне сай студенттерді қабылдау кеші ұйымдастырылады. Биылғы жылда игі шаралар Тау-Кен техникалық колледж қабырғасында жалғасын тауып, білім ошағының 25 жылдық мерейтойы шеңберінде өткізілді. Студенттер қауымының дәстүріне сай жыл сайын білім ордасына алғаш қадам басқан жас тәлім алушыларды қабылдау кеші жүзеге асады. Бұл мәдени шара түрлі бағыттағы іс-шаралармен ерекшеленеді. Тау-Кен техникалық білім ордасының 1-ші курс студенттері ішінде айтулы кеш айрықша сәттерге толы болды. Қабылдау кешінде кәсіптік техникалық білім беру мекемесінің директоры Елена Тарасова құттықтау сөздерін жолдап, тәлім алушыларға сәттілік тіледі. Сегодня наши первокурсники наконец-то во всей правоте этого слова станут студентами. Я вас с этим искренне поздравляю. Бүгін біздің 1-ші курс тәлім алушыларымыз толыққанды студент атанады. Барлық білім беру мекемелерінің игі дәстүрлерінің бірі осы студенттерді қабылдау кеші. Бұл айтулы күнмен мен сіздерді құттықтаймын. Сіздер бүгінде өздеріңізге қажетті мамандықты таңдай отырып, алға қарай нық қадам басып отырсыздар. Сондықтан да сіздерге тек қана сәттіліктер тілеймін, деді колледж директоры. Айтулы шара жаңа өмірге қадам басқан жас тәлім алушылардың жадында әдемі сәттермен есте қалды. Бұл күні оларды арнайы келген құрметті меймандарды құттықтап, жылы лебіздерін білдірді. Нашим первокурсникам я хочу сказать, что вы поступили в один из самых лучших колледжей нашего города. 1-ші курс студенттеріне айтарым, сіздер өңіріміздегі үздік колледждердің біріне түстіңіздер. Студент болу ең керемет шақ. Бұл кезең өмірдегі ең қызықты, жарқын сәттердің бірі. Сондықтан да сіздерді шын жүректен құттықтаймын. Сіздерге тәлім алуда, өз мамандықтарыңызды жақсы игеріп, білікті кәсіби қызметкер атануда сәттілік тілеймін. Поступить в высшее учебное заведение, ну и всегда быть примером для остальных ребят. Поздравляю вас! Кеш жалғасында білім беру мекемесінің дәстүріне сай демеушілік жасайтын жеке кәсіпкердің арнайы ақшалай сертификаттарды студенттерге салтанатты түрде табысталды. Аталмыш марапаттауларға колледждің қоғамдық өміріне белсене атсалысатын 20-дан астам студенттері лайық деп танылған. Группа Ми-4-1 за активное участие в общественно-культурной жизни колледжа и города первому заслуженному акыну нашего колледжа. Мерекелік шара әдемі концерттік бағдарламаға ұласып, онда 1-ші курс студенттері өз өнерлерін паш етті. Содан кейін студенттер қатарына қабылдау кешінің дәстүріне сай тәлім алушылар салтанатты түрде ант берді. Мирас мәдениет үйінің ұжымы ағымдағы апта ішінде мүмкіндігі шектеулі балаларға арнап ойыншықтар хикаясы қойылымын ұсынды. Барша балақайларға керемет көңіл күй сыйлаған мәдени шара елбасы Нұрсұлтан Назарбаевтың болашаққа бағдар рухани жаңғыру бағдарламалық мақаласының тәрбие және білім жобасы аясында ұйымдастырылды.
Жас өнерпаз балаларды театр әлеміне кеңінен баулу мақсатында құрылған апарты театр студиясы ашылғалы бері бірнеше қойылымдарын көпшілік назарына ұсынды. Солардың бірі заманауи мультфильм кейіпкерлерінің қатысуымен ұйымдастырған ойыншықтар хикаясы. Қызықты сәттерге толы болған қойылымды балаларға әлеуметтік көмек көрсететін қалалық бөлімшенің тәлім алушылары да тамашалады. Я морская звезда Патрик. А почему моего друга Спанч Боба отдали этому проказнику Сиду? Когда в нашу сторону шел Сид, мы так испугались, а он, оказывается, исправился. Я думал, он маленький мальчик, оказывается, ему 10 лет. Танымал ойыншықтар хикаясы мультфильмнің желісімен қойылған театрлық көрсетілім мейірімділік пен жақсылықты насихаттап, жаман әдеттерден аулақ болуға шақырады. Бұл қасиеттер қойылым кейіпкерлері Энди және Сид есімді балалардың өз ойыншықтарына деген қарым-қатынастар арқылы көрсетілген. Бұл жерде Сид, Энди деген екі кейіпкер бар. Яғни Энди жақсы бала, және де Сид бұзық кейіпкер. Яғни жақсыдан үйрен, жаманнан жирен деген сияқты. Яғни осы екі бала арқылы біз оқушыларға біраз ой тастағымыз келді. Және де біз енді көбінесе балалар біледі, жаңа Спанч Боб, Патрик мықты кейіпкерлер ғой. Соларды яғни балаларға көрсеткіміз келді. Әдемі сахналық қойылымдармен көрсетілген оқиға желісімен кейіпкерлері барша келушілердің көңілінен шығып, керемет сәттермен есте қалды. Соңғы бірнеше жылдықта игі дәстүрге айналған лига ойындары жаңа маусымын бастады. Өңіріміздің кәсіпорындар арасында ұйымдастырылатын футбол ойындарының қысқы кезеңінде 8 команда бақ сынамақ. Толығырақ алдағы бейнематериалда тарқататын боламыз. Спорт саласын дамытып, тұрғындар арасында салауатты өмір салтын насихаттауда спорттық шаралардың маңызы орасан. Осы орайда бірнеше жыл бойына үзбей ұйымдастырылып келген футболдан лига ойындарының қысқы маусымы шымылдығын тұрды. Арнайы ашылу рәсіміне лига ойындарда өнер көрсететін командалардың басшылары мен өкілдері келді. Барша қатысушылар мен көрермен қауымды қарсы алған қала әкімі Әнуар Күмпекеев құттықтаулары мен ізгі тілектерін жеткізді. Құрметті жастар, әріптестер, бүгін өте жақсы керемет кеш. Степногор қаласының қысқы футбол лиганың ашылуына бәріміз куәгер болып отырмыз. Міне енді былай қарасаң, қазақтың бір жақсы сөздері бар ғой. Бүгінгі денсаулық бақытты болашақ. Сондықтан осындай шаралармен біз сіздерді баршаларыңызды спортпен және дене шынықтырумен шұғылдануға шақырамыз. Биылғы қысқы маусымда өңіріміздің түрлі еңбек ұжымдарынан құралған 8 команда бақ сынасатын болады. Олар ЕПК Степногорск, Ішкі істер басқармасы, Тау-кен химиялық комбинаты, Қазатомпром, Астананың кәсіпорындары, Оқ-жетпес энергетик және қалалық әкімдік командалары. Футбол лигасының ашылу салтанатында осы ұжымдар таныстырылып, қошеметтелді. Қаламыздың жас өнерпаздары әсем әуендермен мың бұралған билерімен көрермен қауымды тәнті етіп, көтеріңкі көңіл күйге бөледі. Салтанатты жиын жалғасы суперкубок үшін бақталасқан ойынға ұласты. Бұл матчта өткен маусымның жазғы және қысқы лигаларының жеңімпаздары әкімшілік пен энергокешен командалары доп додасына қатысты. Ойын өте тартысты әрі қызықты өтіп, әр команданың жанкүйерлері тақымдарын қысып отырды. Алғашқы таймның қорытындысына сәйкес екі команданың есебі тең болса, келесі 20 минутта энергетиктер басым түсті. 5-3 есебімен аяқталған ойынның нәтижесінде энергокешеннің құрама командасы суперкубокқа ие болды. Бірінші акиматқа өте үлкен алғысымды айтқым келеді. Осындай дәстүр қылып, спорт кешендерін өткізіп жатқандарына, біздің қаланың әкіміне көп рахмет, ұйымдастырып жатқанына. Енді өте жақсы дәстүр, жастарды спортқа тартып жатырмыз. Бүгінгі ойын өте керемет болды деп өзім айтам. Сондықтан акимат командасына алға, әлі де жеңістер алда болады сіздерде. Энергетик командасына да үлкен алғысымды айтқым келеді. Алға жігіттер деп. Дзюдодан республикалық турнир шаһарымызда жүзеге асты. Біздің қалам үшін дәстүрге айналған спорт сайысында еліміздің түпкір-түпкірінен келген жас балуандар шеберліктерін паш етті. Бірнеше күн бойына жалғасын тауып, тартысты өткен күрестің ең мықтылары арнайы марапаттауларды қабылдады. Дүбірлі доданың ашылу рәсіміне қонақ ретінде Қазақстан Республикасы Дзюдо Федерациясының бірінші вице-президенті Марат Мықтыбеков, Республикалық дене шынықтыру оқыту әдістемелік орталығының директоры Ардақ Төлендин, танымал спорт тарихшысы Қыдырбек Рысбек, әлем чемпиондары Алмас Сүлейменов, Мерей Ақшалов және Илья Ильин, Қазақ алтын мекемесінің бас директоры Баламир Махамовтар арнайы келді. Барша спортшылар мен қала меймандарына ерекше құрметін білдірген қала әкімінің орынбасары Сағындық Шабаров салтанатты рәсімде жылы лебіздерін жеткізді. Жарыс басталды. Осы жарыстың
бастауымызбен шын жүректен құттықтаймын. Екіншіден құттықтайтын осы республикалық жер-жүзілік деңгейдегі үлкен чемпиондар, олимпиадалық чемпионы егемендігімізге келіп отыр, бере ақшалар келіп отыр. Ондай үлкен атақты чемпиондар біздің қаламызға қош келдіңіз. Ол біздің жастарымызға, біздің ұрпақтарымызға үлкен дәреже болады. Біздің балаларымыз ертең сіздерге қарап чемпион болғысы келіп, осылай жарыстарға қатысады. Ресми бөлім жалғасында Бөгенбай Батыр атындағы дарынды балаларға арналған мектеп-интернатының тәлім алушылары Айна Теміртасоваға, халықаралық дәрежедегі спорт шебері Альбина Қайыргелдинова мен Диана Жүсіпбековаларға Қазақстанның спорт шебері атағы салтанатты түрде берілді. Сонымен бірге облыстық мектеп-интернатының директоры Тұрсынбай Тоққожановке Қазақстан Республикасы Дзюдо Федерациясы атынан күресті дамытуда қосқан үлесі үшін арнайы тарлан төс белгісі табысталды. Ашылу рәсімінің барысында сөз алған қаламыздың қадірлі меймандары бұл игі дәстүр жылдан жылға жақсы жалғасын табуда екендігін жеткізіп, жергілікті басшылыққа алғыс сезімдерін жеткізді. Бүгін міне 12-ші рет Бөгенбай бабамыздың атындағы үлкен республикалық турнир өтіп отыр. Үлкен рахметімді айтқым келетін Степногорск әкімдігіне, осы жердегі спонсор жанкелділерге осындай жарысты үлкен деңгейде өткізіп отырғанын әрине, осы жерде біздің Илья сияқты, Алмас сияқты, Мерей сияқты үлкен спортшылар, әлем чемпионлар, олимпиада чемпионы шығады дегенде үлкен сеніммен айтуға болады, өйткені осы жарыс үлкен деңгейде өтіп отыр. Республикалық турнирге еліміздің барлық дерлік өңірлерінен келген 16 команда қатысты. Қазақ елінің атақты батыры Бөгенбай Батыр атындағы ашық турнир биылғы жылы ер балалар арасында 2002, 2003 жылы және 2001, 2002 жылы туылған қыздар арасында ұйымдастырылды. Бірнеше күнге созған республикалық ашық турнирде 200-ден астам жас балуандар өнер көрсетіп, жеңімпаздар қатарынан табылуға бар күш-жігерін салды. Спорттық шеберліктерін паш еткен спортшылар шаһар қоржынына 2 алтын, 1 күміс және 2 қола жүлделерді салып, қаламыздың намысын абыроймен қорғады. Биылғы жылы 25 жылдық мерейтойын атап өтетін Тау-Кен техникалық колледжі ерекше спорт сайысын ұйымдастырды. Жарыстар барысында білім беру мекемесінің ұстаздар қауымы, студенттер және колледждің демеуші кәсіпорны Қазақ алтын мекемесінің өкілдері бақ сынасты. Салауатты өмір салтын насихаттап, колледж ішілік белсенділікті арттыруға негізделген көңілді старттар сайысы тұңғыш президент күні мен кәсіптік білім беру мекемесінің 25 жылдық мерейтойына орай ұйымдастырылды. Ауқымды шарада студенттердің, колледж ұстаздар қауымы мен Қазақ алтын мекемесінің қызметкерлерінің спорттық шеберліктері бағаланды. Салтанатты ашылу рәсімінде қалалық дене шынықтыру және спорт бөлімінің жетекшісі Алмат Тұхмағамбетов пен колледж басшылығы жылы лебіздерін білдіріп, барлық қатысушыларға сәттілік тіледі. Құттықтаулар айтылған соң сайыстар барысы бастау алды. Жарыстардың шартына сәйкес барша қатысушылар белгілі бір кедергілерден өтіп, арнайы тапсырмаларды орындады. Бұл сайыстарды дұрыс әрі мерзімде атқарған спортшылар командаларына ұпай жинады. 12 эстафетаның қорытындысы бойынша жалпы командалардың ұпай сандары есептеліп, жеңімпаздар анықталды. Сонымен әділ қазалқыларының шешіміне сәйкес 3-ші орында ұстаздар қауымы иемденсе, 2-ші орында Қазақ алтындар қанағат тұтты. Барлық сайыстарды жылдам әрі жоғары деңгейде атқара білген тәлім алушылар спорт жарысының жеңімпазы атанды. Сайыстар соңында барша жүлдегерлер арнайы медальдар, грамота және кубоктармен қошеметтелді. 9-шы арна ұжым әзірлеген ақпараттар легі осындай болды. Келесі аптада эфирде жүздескенше аман сау болыңыздар. Жауапкершілікпен тәртіпті талап ететін құқық қорғау органдарының тұрғындар өмірінде алар орны бөлек. Ел тыныштығын қорғайтын азаматтарымыз заңдық режимді қамтамасыз етеді. Дәл осындай міндеттерді жоғары деңгейде атқара білген полиция подполковнигі Жанбай Омаров біздің 100 жаңа есім жобамыздың бүгінгі кейіпкері.
Ішкі істер органдағы алғашқы еңбек жолын біздің Степногор шаһарынан бастаған Жанбай Омаров қазіргі таңда араға біраз уақыттар салып, осы мекемені басқарып отыр. Өз жұмысына деген адалдық пен жауапкершіліктің арқасында бүгінгі дәрежеге жеткен кейіпкеріміз Ақмола облысының тумасы. Арнайы кәсіптік техникалық білім ордасын тәмамдаған соң өз ауылында жүргізуші механизатор қызметін атқарған. 1994 жылы отан алдындағы борышын өтеуге аттанып, 2 жылдан кейін ішкі істер органдарында еңбектене бастаған. После службы в армии пришел сюда, в Степногорск, устроился в милицию, тогда называлась моя должность постовой милиционер. Әскери борышымды өтеген соң Степногорск қаласына келіп милицияға жұмысқа тұрдым. Ол кезде менің лауазым ішкі істер басқармасы күзет бөлімінің милиционері деп аталды. Құқық қорғау органдарында 21 жылдан астам уақыттан бері еңбектеніп келудемін. Осы аралық ішінде түрлі лауазымдарда қызмет атқардым. Полиция қызметкерінен бөлім командиріне, кейін взвод командиріне дейін көтерілдім. Әрі қарай лауазым жоғарылап, Степногорск қаласы ішкі істер басқармасы басшысының орынбасары қызметіне тағайындалдым. Содан соң облыстық басқармаларда жұмыс жасай бастадым. Қаламыздың ішкі істер қызметін басқармасы бұрын Ақмола облысы жергілікті полиция қызметінде 1,5 жыл жетекшілік еттім. В текущем году, в мае месяце, меня назначили сюда приказом министра и начальника ДВД сюда на должность начальника УВД города Степногорск. То есть я вернулся в свое родное подразделение, где начинал свой трудовой путь. Полиция мамандығын таңдауда отбасындағы әскери азаматтардың үлгі-өнегесі себін тигізген. У меня работать в органах внутренних была тоже мечта с детства. Ішкі істер органдарында қызмет етуді мен бала кезімнен армандадым. Бұл арманды мен іске асырдым деп есептеймін. Орган қызметіне келіп еңбектене бастадым. Кеңес үкіметі кезінде ішкі істерде менің ағамда қызмет атқарған. Сол кісінің іс-әрекеттері менің осы лауазымға келуіме себепші болды. Сонымен бірге қазіргі таңда менің бауырым да құқық қорғау саласында жұмыс жасайды. Біз еңбек жолымызды бірге бастағанбыз. Но он тоже служит в органах внутренних дел, тоже работает, семья. Тоже давно, получается, вот более 20 лет в органах внутренних дел. Поэтому это у нас как семейное, мы вдвоем пришли. Бүгінгідей дәрежеге жетіп, алға қойған мақсаттарына жетуде кейіпкерімізге ақыл кеңестерін берген, өмірлік тәжірибесімен бөліскен азаматтар қатары аз емес. Осылай деген полиция подполковнигі ішкі істер органдарында бірнеше жылдар бойына бірге қызмет атқарған әріптестер мен ұстаздар туралы да айтып өтті. Самое интересное — это же люди. Ең қызықтысы адамдармен жұмыс. Қызмет барысында түрлі адамдармен танысасың. Солардың ішінде маған жол көрсетіп, үлгі болған азаматтардың орны бөлек. Аға буын әріптестермен алған тәжірибем де мол. Менің алғашқы басшым бүгінде Ақмола облысы ішкі істер департаменті ардагерлер кеңесінің төрағасы Дәуітбек Нұрғалиев. Және кезінде маған қолдау көрсетіп, қабілеттерімді байқаған ұстаздарым зейнеттегі полковник Болатқожа Жұмабеков пен Қанат Бабжановтар бойымдағы жетекшілік қасиетті қалыптастырып дамытуда ықпал етті. Благодаря которым я допустим, состоялся как руководитель. Жоғары жауапкершілік талап ететін жұмыстарды атқаруда әрдайым отбасының қолдауы мен көмегі қажет. Бұл тұрғыда кейіпкеріміздің жанұясы оның қызметінің маңыздылығына түсіністікпен қарайды. Кәсіби тұрғыда жоғары көтеріліп, облыстық ішкі істер басқармасында 5 жыл бойына қызмет атқарған Жанбай Омаровтың отбасы осы аралық ішінде Степногорск қаласында болған. Это та территория, когда я работаю, я стараюсь. Бұл менің өзге аймағым. Мүмкіндігінше мен жұмыс барысында отбасым жайында айтқым келмейді. Себебі біздің қызметіміз соны талап етеді. Мен әкемін, отбасылық өмірге қадам басқалы бірнеше жылдар өтті. Бүгінде 4 баланы тәрбиелеудемін. Менің 3 ұлым және 1 қызым бар. Үлкен ұлым жоғары оқу орнында тәлім алуда, ал қалғандары мектеп пен балабақшаға барады. Ортаншылым ішкі істер органдарында қызмет етуді армандайды. Дегенмен оны уақыт көрсетеді. Как судьба сложится, его посмотрим, еще он маленький. Поэтому в любом случае время это покажет. Да, средний пока он мечтает стать тоже полицейским. Ішкі істер қызметіндегі алғашқы еңбек жолын бастаған Степногорск қаласына қайта келуді полиция подполковнигі қуана қабылдаған. Бүгінгі таңда шаһарымыз тұрғындарының қауіпсіздігін қамтамасыз ету бойынша жұмыстарды атқаруда өз әріптестеріне айқын мақсаттарды қойып, бұл тапсырмалардың дұрыс орындалуын қадағалап отырады. Сколько у тебя сейчас уголовных дел в производстве находится? Производство 15 дел, 10 живых. 10 с лицами у тебя находится, да? Полиция қызметі маңызды әрі жауапкершілігі мол жұмыс. Қызметкерлерге қоғамдық тәртіпті қорғау, азаматтардың құқықтары мен бостандықтарын қамтамасыз ету және қылмыспен күрес, оның алдын алу бойынша күрделі міндеттер жүктеледі. Бұл міндеттерді орындау жоғары жауапкершілікті талап етеді.
Просто если сказать, что вот работа в милиции, это, да, это тяжелые, ежедневные, суровые будни. Поэтому Әрине, біздің жұмысымыз оңай емес. Жалпы түсіністікке ие жас қызметкерлер келген соң, бізде кездесетін жағдайларды көріп шыдамауы да мүмкін. Сол үшін бұл саладан кететіндер баршылық. Бірақ та өз таңдауына сенімді, алға қойған мақсаттарына жету жолында аянбай еңбектенетін жастарымыз да бар. Десек те, олардың қатары көп емес. Негізінен біздің жұмысымыз жоғары жауапкершілікті талап етеді. В этом плане вот я уважаю своих коллег, которые действительно стараются до последнего отдаться, не считая с личным временем, не считая выходных. Ведь, допустим, некоторые бывают удивлены, когда в праздничные выходные дни наши сотрудники не отдыхают, а находятся на улице, где-то несут службу, патрульную службу, или находятся на оцеплении или усилении. 20 жылдан астам уақыттан бері ішкі істер органдарында адал қызмет атқарып жүрген Жанбай Омаров облыс әкімі геология және жер қойнау комитеті тарапынан алғыс хаттармен марапатталған. Бұл оның ел тыныштығын қорғауда атқарған ерен еңбектерінің жемісі. Я никогда не думал, что я буду работать в этом же подразделении и руководителем своего же подразделения по истечению 20 лет. Мен ішкі істер саласында қызметімді бастаған бөлімді араға бірнеше жылдар салып басқарамын деп ойламадым. Бірақ алға қойған мақсаттарың белгілі бір жетістіктерге жеткен соң арта беретін сөзсіз. Мен өзіме қойған басты мақсаттарыма әлі де толықтай жеттім деп есептемеймін. Все, которые цели я перед собой поставил, я еще не достиг, я где-то нахожусь на середине пути. Медиа ұжымы жаңа есім жобасын жалғастыратын болады. Еліміздің, қаламыздың дамуына үлесін қосқан өзге де азаматтармен алдағы бағдарламаларымызда таныстырамыз. Бізбен бірге болыңыздар. Егер сіз жұмыскер немесе өзіңіз жұмыспен қамтыған адам болсаңыз, онда мемлекеттік әлеуметтік сақтандыру қорына сіз үшін әлеуметтік аударымдар аударылуы тиіс. Әлеуметтік аударымдардың мөлшері есептелетін табыстан 5%. Жұмыс беруші үшін бұл жұмыскерге орындаған жұмысы үшін беретін ақша. Өзіңізді жұмыспен қамтыған адам үшін бұл оның алатын табысы. Әлеуметтік аударымдардың ең төменгі мөлшері бір төменгі жалақыдан 5%. Ең жоғарғы мөлшері 10 төменгі жалақыдан 5%. Әлеуметтік аударымдар есепті айдан кейінгі айдың 25-ші күнінен кешіктірілмей төленеді. Бірнеше ай үшін бір сома төлегенде әлеуметтік аударымдар әр айға жеке бөлінуі керек. Өзіңіздің жұмыс берушіңізден әлеуметтік аударымдардың дұрыс және уақытында төленуін тексеріңіз. Әлеуметтік аударымдар бұл әлеуметтік төлемдер алуға кепілдік. Мемлекеттік әлеуметтік сақтандыру қоры сізге деген қамқорлықпен